Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай саусақ театрын жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алда көптеген неше түрлі театрдың видеосын салатын боламын. Ең алдымен біз өзімізге керекті размерде, өзімізге ұнаған суретті шығарып аламыз. Осындай кішкентай размерде шығарсаңыздар да болады. Бізге орташа көлем керек болғандықтан, мен осылай орташа көлемде суретті шығарып алдым және оны жақсылап қиып алатын боламыз. Міне, суреттің барлығын қиып алдық. Басқа да кейіпкерлерді барлығын қиып дайындап аламыз. Енді мына суретке қарап отырып, фетрімізді дайындап аламыз. Мұрнына тері түстес, шаштарына сары түстес және қоңыр түсті жылқымыздың ең басты түсі қылып алатын боламыз. Суретімізді аламыз. Оған жылқымыздың ізін бастырып алатын боламыз. Мен сурет сала алмаймын деп ойласаңыздар, дәл осы түрімен жасасаңыздар болады. Осылай бастырып алдық. Енді соны қайшының көмегімен қиып алатын боламыз. Сіздерде қиятын аппарат болса, сонымен қисаңыздар болады. Міне, сұрыдан қиып алдық. Енді шашын, аяғын барлығын өзіне сәйкес келетін түстерден қиып дайындап алатын боламыз. Міне, барлығын осылай қиып дайындап алдым. Сурет салсаңыздар, суретін салып қисаңыздар болады. Сала алмасаңыздар, осылай суреттің үстін бастырып, мысалы құйрығын мысалы ретінде келтірейін. Осылай тек қана құйрығын сарыдан бастырып алып, соны қиып жабыстыратын боласыздар. Барлығын осы әдіспен істесеңіздер болады. Енді барлығын ыстық клейдің көмегімен орын-орнына жабыстырып шығатын боламыз. Міне, осылай ыстық клейдің көмегімен барлығын жақсылап жабыстырып шығатын боламыз. Міне, біздің жылқымыз дайын болды. Енді ары қарай суретті әдемірек етіп келтіру үшін ручкамен болмаса қара түсті маркермен жиектерін бастырып шықсаңыздар болады. Енді кішкене 10 теңгені аламыз және осында екі саусақтың орнын бастырып қайшының көмегімен қиып алатын боламыз. Осылай екі саусақ кіретіндей етіп қиып алатын боламыз. Міне, біздің саусақ театрымыздағы жылқының бейнесі дайын болды. Мен жыл басына таласқан жануарлар ертегісіндегі жылқыны бейнеледім.